Баршаңызға сәлем. Менің есімім Гүлбану Сыдыққызы. Мен сіздерге бүгін шоколадпен қапталған құлпынай рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Осындай теп-тегін рецептпен бөліскім келеді. Сіздерге пайдалы болсын деп, осындай бизнес бастасаңыздар да болады. Болмаса үйдегі балапандарыңызға жасап берсеңіздер болады. Мен ең бірінші құлпынайды жақсылап жуып, кептіріп алдым. Және осындай майдаланған дәнек және посыпканы қолдандым. Және колебот шоколадын қолдандым. Өте әдемі шығады, дәмі де әдемі, құлпынайларыңыз да әдемі болып шығады. Құлпынайдың әдемі болып шығуы осы шоколадқа байланысты. Шоколадты дұрыс таңдасаңыздар болғаны. Осылай ыстық суда ертіп алдым мешокта. Ертілген шоколадты осындай бокалға құйып алдым. Өзіме ыңғайлы болу үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Және кішкене сұйық май қостым. Біраз қасықтай қостым. Жақсылап араластырып алдым. Міне осылай әдемі бір текст болып шығады. Осындай ыдыстарыңызға пергамент қағазын төсеп алсаңыздар болады. Өйткені шоколадымыз жабысып қалмайды. Дайын болған шоколадқа құлпынайларымызды салып аламыз. Не осылай? Не осылай барлығын малып шығамыз шоколадқа. Көрдіңіздер ме, әдемі шығуы ол шоколадқа байланысты. Қазақстан шоколад қолдансаңыздар да болады. Кез келген магазинде сатылатын. Бұл колебот шоколадын осындай кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Міне осылай жасап болған соң бетін сәндеп аламыз. Майдаланған дәнекпен ең бірінші осымен сәндеп алдым. Астындағы шоколадтар қазір морозилькке салып кептірген соң, қатырған соң, ол бірге жабысып қалады. Қазір көресіздер алдағы уақытта. Бұл шоколадтың молочный түрі, колебот шоколадтың молочный түрі. Осылай әдемі болып шығады. Қалғандарын осындай посыпкамен сәндеп шықтым.
Не осылай. Қалған 3-4 штугын қатырып болған соң сәндейміз. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Морозилькке 5-10 минутқа қойсаңыздар, демде қатады. Міне осылай әдемі болып шықты. Кішкене мешокқа кішкене шоколад құйып осылай сәндеп шыққан. Көрдіңіздер ме, астындағы шоколад бірігіп жабысып қалған. Және осындай кондитерлік печеньеға арналған салфетка керек. Осылай барлығын қойып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Менде осы клиенттің заказы болған соң осылай әдемі етіп сәндеп шықтым. Барлығын салып болған соң осындай лентамен байлап шығамыз. Екінші коробканы дайындадым. Егер де осы видео бойынша жасап жатсаңыздар, менің осы видеомның астында комментарий жазып кетсеңіздер, мен қуанып қалатын едім. Сіздермен бірге болған мен Гүлбанова Сыдыққызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.